Fortnite ойындағы жаңа рекордтар, CS2 Asia Championship 2023 турнирдің басталуы және көптеген решафлдар. Киберспортта не болып жатыр? Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаңның жаңалықтар топтамасы. Менің есімім Маружан, қазір бәрін айтып берем. Киберспортқа қатысты жаңалықтарды жіберіп алмасы үшін біздің арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Айтпақшы, біздің шығарымдарымыздың демеушісі HyperX компаниясы. Осы компаниядан біз бүгін керемет гарнитураны ойнататын боламыз, ал оны қалай ұтып алуға болатынын білу үшін біздің видеомызды соңына дейін көріңіз. Ханчжоуда Ultimate Battle Robot және Steel Raid дисциплиналары бойынша демонстрациялық ойындар өтеді. Және бұған біздің отандастарымыз да қатысқалы жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Ханчжоуда киберспорт бойынша алғашқы Азияда өткен болатын. Бұл ақпарат Киберспорт Федерациясының ресми парақшасында жарияланды. Нәтижелері әзірге белгісіз. Біз қорытындымен келесі аптада бөлісеміз. Adren Virtus.pro TMD ойыншылары үшін өте беделді. Ал бұл пікірмен команда құрамындағы Петр Феймболышев өзінің бұрынғы тиммейтін еске алып бөлісті. Ол осындай ойыншылар сияқты болу керек дейді. Естеріңізге сала кетейін, Адреннің киберспорттағы кәсіби мансабы 2003 жылдан 2021 жылға дейін. Осы аралықта ол қазақстандық спорттың легендасына айналған. Ол танымал турнирлерде жеңіске жеткен. Мәселен, Adrenaline Cyber League 2016, DreamHack Open Winter 2016, PGL Major Krakow 2017, Blast Pro Series Moscow 2019 турнирлерін айтсақ болады. Капитан Абай Хасенов бастаған Cloud9 командасы Thunder Peak World Championship 2023-те 3-4 орындарды иеленіп, $50,000 ұтып алды. Ал қазір өздеріңіз білетіндей Cloud9 үшін турнирде бумыш ойнап жатыр. Негізі Cloud9 турнирде Бигті жеңіп, жартылай финалға өткен, бірақ өкінішке қарай FaZe Clan'нан жеңіліп қалды. Parivision, Jerry, Shiro және Hobbit сияқты ойыншылардан команда құрғысы келе ме? Бұл ресейлік инсайдер Алексей Овердрайв Бирюковтың таратып жүрген өсегі. Оның өзі бұны мүмкін емес деп санайды. Айтпақшы, Михряковтың басшылығымен Parivision құрамы 22 қыркүйекте таныстырылды. Бірақ қазір команда рейтингте 106 орында тұр. HLTV бұрын команда тарап кету мүмкін деген еді. Айта кету керек, 26 қазанда Дмитрий Широ Соколов Cloud9-нан кетті, және бұл оның мансабындағы ең қиын шешімдердің бірі болды. Кейінгі кезде командалар құрамы жиі ауысып жатыр. Бәрін сіздер үшін бақылап отыратын боламыз. FaZe Clan Thunder Peak World Championship жеңімпаздары. Финалда олар 2-0 есебімен Virtus.pro'ны жеңіп, бас жүлде $250,000 ұтып алды. Ал бұл барлық жүлде қорының жартысы. Айтпақшы, сарапшылар турнирде осындай нәтиже болады деп болжаған еді. Ал Робс лақабатымен команда ойыншысы турнирдің MVP болды. Құттықтаймыз. FaZe Clan'ның жеңісі оның HLTV-дегі рейтингін көтерді. Команда қазан айының қорытындысына сәйкес Counter-Strike 2 бойынша үздік командалардың әлемдік рейтингінің жаңа көшбасшысы болды. Айтпақшы, Cloud9 атауына қарамастан 10-шы орында тұр. 8 қарашада Шанхайда Asian Championship 2023 турнирі басталды. Турнирді бастан аяқ көріп, кім жеңімпаз болғанын біліп, ал оқиғаның нәтижесі командалардың әлемдік рейтингіне қалай әсер ететінін анықтау өте қызық болайын деп тұр. Бұған қоса турнир 12 қарашада аяқталады. Онда FaZe Clan және тағы 7 команда $1 миллион үшін бақ сынаспақ. Командаларға сәттілік тілейміз. Simple'дың CS2-дегі Navi'дің жаңа құрамына реакциясы қандай? Қуанышқа орай өте жақсы. Костылев жаңа ойыншыға жолын берді. Оның орнына келген Игорь Wonderful Жданов. Сашаның телеграмдағы жазбасын оқып берсек, мен Wonderful'ге көп күш тілеймін, өйткені Navi сияқты командада өзіңді дәлелдеу үшін көп күш қажет. Ол жетістікке жетеді деп үміттенемін. Өзін бірінші турнирде көрсетеді деген ойдамын. Алда өте көп турнир бар, жақсы мүмкіндіктер де болады дейді Саша. Босниялық жұлдызды ойыншы Николай Ника Ковач өзінің қазіргі G2 eSports командасына адал болып, Team Falconsқа ауыспайтын болды. Бұл туралы инсайдер Гийом Нел Канелла аноним дерек көздерге сүйеніп хабарлады.
Айтуынша, Ковач G2 eSportsте ресейлік мерген Илья Моноси Осиповпен бірге қалуға шешім қабылдаған. Бұған дейін G2 eSports компаниясының бас менеджері Пека Маркович Осиповты ешқандай ақшаға сатпайтын мәлімдеді. Ал Моноси болса Никоның командада қалғанына өте қуанышты. Entity командасының құрамында өзгеріс болып жатыр. 6 қарашада олар Штормермен қоштасты. Дэнни Entity командасында 2 жыл бойы ойнады. Енді ол 2-ші позицияда ойнау үшін жаңа команда іздемек. Айтпақшы, бұған дейін құрамның керейі отандасымыз Әлімжан Уотсон Исламбеков стримдердің бірінде ұжымдағы өзгерістер туралы хабарлады. Бірақ егжей-тегжейін нақтыламады. Talon eSports Dota 2-ден кете ме? Ұжымдағы қазіргі құрам таратылды. Бұл командада Негнара 23 Savage Тирамаханон, Рафлай Микота Фатур, Ануча Джабс Джиравонг, Ворвавит Кью Мекчай және Чан Оли Чон Кин сияқты ойыншылар болған. Оларға қатысқандар үшін алғыс айтып, және алдағы уақытта жаңа ойыншылар болады деді. Бұл құрам үшін соңғы турнир The International 2023 болды. Онда Talon Bad Boom тиммен ойнап, бірақ өкінішке қарай 1-2 есебімен жеңіліп турнирден шығып кетті. Ал Tundra eSports Nineмен қоштасты. Бұл жаңалықты команда Twitterдегі аккаунтында жариялады. Шынында кейінгі кезде көп командадан ойыншылар кетіп жатыр. Tundra eSports Nineге жетістіктері мен командаға қосқан үлесі үшін үлкен алғысын білдірді. Nine тіпті командаға алғашқы The International чемпионатында жеңіске жетуге көмектесті. Бұл шынымен де әсерлі нәтиже. Біз Nineге сәттілік тілейміз және оның алдағы мансабын қадағалайтын боламыз. Инсайдерлерден тағы да мынадай қауесет. Украиналық Монте ұйымын Dota 2-ге оралайын деп жатыр. Және бұл eSport қауымдастығы үшін өте қызық оқиға болуы мүмкін. Пента Темнова инсайдері өзінің телеграм арнасында жаңа құрам туралы ақпаратты бөлісті. Ресми мәлімдеме әлі болған жоқ, бірақ адамдар қазірдің өзінде командаға кімді қосуға болатынын талқылап жатыр. Айтпақшы, бұған дейін Монтеде Dota 2 бойынша команда болған. Бұл команда құрамын биыл жинаған болатын, бірақ олар 6 айдан кейін тарап кеткен. Сондықтан алдыда тағы бір мүмкіндік бар. TI-дің жеңімпаздары Dota 2-дегі жаңа кейіпкерді талқылап, өте нашар деп атады. Team Spirit капитаны Ярослав Мипошко Найденов, мидер Денис Ларл Сигитов және клуб менеджері Дмитрий Корбин Белов YouTube'те өз пікірлерін білдірді. Олардың ойынша кейіпкер League of Legends-тегі кейіпкерге ұқсайды. Естеріңізге сала кетейік, Valve 2024 жылы ойында пайда болатын Ringmaster атты кейіпкерді таныстырды. Біз әзірге бұл кейіпкердің ойын динамикасын қалай өзгертетінін, оған қатысты қандай стратегиялардың жасалатынын күтеміз. Жапонияда Epic Games компаниясына $23 миллион айыппұл салды. Неге екенін айтып берейік. Жапонияда салық қызметкерлері 2018-2020 жылдардағы салық декларацияларын тексермек болады. Тергеу нәтижесінде Epic Games ұйымының кәсіпорны Fortnite'те ойын ішіндегі сатып алулардан алған кірістер туралы мәліметтерді бермеген. Осылайша Epic Games өкілдері өз кінәсін мойындап айыппұл төлеген, ал олар бұл нәрсе байқаусызда болды дейді. Ал Fortnite ойынында жаңа рекорд. Ойынды тәулігіне 45 миллионға жуық адам ойнаған. Яғни бір уақытта 6 миллион адам ойнаған. Ойлаңызшы, бұл ойынға деген қызығушылық қайдан пайда болды? Сөйтсек, 3 қарашада ойында ерекше маусым басталған екен. Ойынның 5 жыл бұрынғы бастапқы картасын қайтарған, ал бұның әсерінен осындай керемет жетістікке жетіп отыр. Қазір бәрінде ностальгия болып жатқан шығар, иә? Ал сіздің 2018 жылы не ойнағаныңыз есіңізде ме? Нейрондық желі Pixar студиясының магиясын Dota 2 әлеммен байланыстырды. Нейрожелі Pixar, Урса және Terrorblade кейіпкерлері басты рөлде болатын мультфильм шығарғанын көрсетеді. Қорқынышты кейіпкерлердің орнына біз Умкаға ұқсайтын сүйікті аюды және күшті қаруымен құбыжықпен күресетін кішкентай баланың оқиғасын тамашалаймыз. Ал бұл Pixar Dota 2-ге кірісіп кеткенде әсер қалдырады. Ресми жаңалық. Дэнни Зоник Соренсен тәлімгер ретінде Falcons eSportsқа көшті. Бұл решафл туралы біз сізге өткен айда айтқанбыз. Бірақ қазір ауыс түйіс аяқталды. Ал Falcons eSports жаңа ойыншыларына бірнеше пост жазған. Міне.
Ал кейбір қауесеттерге сүйенсек, 37 жастағы ойыншы командадан жалақыға келіспей кетіп қалған дейді. Соренсен өзімен бірге Team Vitality-ден спорт психологын да алып кеткен. Енді олар бірге CS2-дегі Falcons-тың жаңа құрамын жасайды. Ал сіздерде Falcons спорттағыдай қомақты қаражат болса, қандай команда жинар едіңіздер? Пікірлеріңізді астына жаза кетіңіздер. Кімнің пікірі ең көп лайк жинаса, біз сол адамға HyperX-тің жап жаңа гарнитурасын сыйға береміз. Ендеше сәттілік! Twitch-тің бәсекелесі пайда болды. Kick платформасын 12 миллионнан астам адам жүктеген. Біздің тұрақты рубрикамыз киберспорттағы зерттеулерді талдаймыз. Kick-тің нарықты жаулап алатын жоспарлары көп. Бұл 1 жыл бұрын құрылған. Kick австралиялық EasyGo Gaming компаниясының қосалқы бренді. Ал сізге қайсысы көбірек ұнайды? Twitch па, әлде Kick пе? Пікірге жаза кетіңіз. Біз Сайберлан командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай шығарылымдарды сіздерге арнап отырамыз. Біздің жаңалықтарымызды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagramдағы парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан. Келесі аптада кездескенше.